Мираж дегеніміз не? Көрінбейтін шапан ба? Жоқ. Мираж бұл жер бетінде су бар сияқты болып көрінетін иллюзия. Ыстық күні жер жақын орналасқан ауа қабаттарын қыздырады. Алайда биіктеген сайын ауа қабаттары салқындай түседі. Осылайша жерге жақын орналасқан ыстық ауа қабаттары сирек орта түзеді. Ал жоғарғы суық қабаттар тығыздау болады. Аспаннан шыққан жарық тығыз ортадан сирек ортаға өткенде ол қаттырақ сыналады. Ақырында сыну бұрышы критикалық бұрыштан асып кетеді. Яғни жарық толықтай шағылысады. Бұл құбылыс толық ішкі шағылысу деп аталады. Шағылған жарық көзімізге жеткенде, оны тікелей сызық ретінде қабылдайды. Осылайша көк аспанның шағылысуы жер бетінде пайда болып, миымыз оны су деп ойлап, мираж пайда болады.